Сәлем достар, сендер бәйшешек туралы қандай қызықты мәлімет білесіңдер? Бәйшешектің латынша атауы галантус, ол гректің гала, сүт және антус, гүл деген сөзінен шыққан. Яғни қазақша сүт тамшысы деген мағынаны білдіреді. Бәйшешектің аппақ қауызы шын мәнінде қатып қалған сүт тамшысына ұқсайды. Халық арасында бәйшешектің атауы көп, кейбірі қар астындағы раушан, бір айлық Пасха қоңырауы деп атайды. Бәйшешектің ең көп түрі Кавказда кездеседі. Онда бұл гүлдің 16 түрі табылған. Сендер білесіңдер ме? Бәйшешек көктем мезгіліне шығатын қарамастан, ол 10 градус аязда төзімді келеді. Бәйшешекті талай суретшілер картинасына арқау етсе, ақын жазушылар шығармасына қосты. Бұл қай шешек? Гүл бәйшешек. Қар астында өседі. Күнді көрген, гүлден өнген өсім еді шешегі. Менің берген мағлұматтарым сендер үшін пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше достар.